Әлемде аутизм пандемиясы болып жатқаны рас па? Ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушылар, күннің ең соңғы жаңалықтарынан хабардар болу үшін каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Әлеуметтік желілерде 2000 жылдардан бастап аутизм жағдайлары 241%-ға артқаны туралы жазылып жатыр. 23 жыл бұрын мұндай диагноз 1000 баланың бірінде, ал қазір әрбір 44 балаға қойылады екен. Демек әлемде аутизм пандемиясы болып жатыр, бірақ ол туралы айтылмай отырмыз. Бұл рас па? StopFake.kz анықтап көрді. Постта келтірілген көрсеткіштер сәл бұрмаланған. Ұсынылған көрсеткіштер ақш ауруханаларын бақылау және алдын алу орталығына деректер және тек осы елге ғана қатысты. 2021 жылы ведомствоның есептеуінше 44 америкалықтың бірінде аутизм спектрінің әртүрлі бұзылыстары диагноздары қойылған. 2000 жылы бұндай көрсеткіш 150 адамның бірінде тіркелген, ал 1970 жылдарда статистикаға сәйкес 1000 америкалықтың бірінде ғана мұндай ауру табылған. Алайда бұл деректер сырқаттың өсуінің сөзсіз дәлелі бола алмайды деп жазады StopFake.kz сайты.